хан күйіп отыр бүгін менің. Ал не айтасың шақырсыздарға? Ал енді ержан, қазақта не бар ғой, жақсы мақал бар. Адам айдаса бармайсың, дәм айдаса қалмайсың. Қанша 20 жылдан астам уақыт сені көрмей жүрдім деп, аяқ астынан дәм айдап сенің шаңырағыңа сені дастарханға келдім. Жалпы енді осы өзімізбен бірге 4 жылдық оқыған курстастарымыз жаңағы қарынан өлжек, қарасын бөлінішіп, бір бөлмеде тұрып, өмірдің ыстығында суығында бірге жүрген достарға айтар. Енді талай өздерінің орын тапты деп ойлаймын өмірдегі. Аңсаған арман мақсаттарына жетті. Балалы болып, барлығы жанұялы болып жатыр. Өзің де бір басың екеу болып жатыр. Бектай екеуіңе бақыт тілеп, және де барлық курстастарға тек қана жақсылық тілеймін. Өмірдің қиыншылығына мойымай, студент кездегі жастық шақтары сияқты әлі де өмірдің барлық қиын белестерінен қиналмай өте берсе екен деп. Алла барлығына жақсылық берсін. Тілек мақсаттарыңыз орындалсын. Болды, айтарымыз. Қатты сөйлеу, молодец.